Сәлем балалар! Бүгін біз жануарлар әлеміне саяхат жасаймыз. Мына қой, ол маңырапты. Қой бізге жүн, сүт береді. Қой, Қараш, сиыр шөп жеп жатыр. сиыр біздің үй жануарымыз. Сиыр. Мынау ешкі. Қараш қалай маңырайды. Ешкі де біздің үй жануарымыз. Ешкі. Сен атқа шын мініп жүрсің бе? Менің тұлпарым бар. Жайлауда серуендейміз. Атқа міну керемет. Бұл не әже? Бұл шұбат. Түйенің сүті. Дәмі қандай? Шұбат күш береді. Түйе. Ақтөс, қайдасың сен? Ол біздің досымыз. Ол біздің үйімізді күзетіп жүр. Ит адамның адал досы. Ит. Қараш, біздің мысық қандай сүйкімді. Ол әр таң сайын мияу деп оятады. Мысық тышқан аулайтын батыр ғой. Балалар, енді біз орманда өмір сүретін жабайы жануарлармен танысатын боламыз. Қараш, анау секіріп жүрген не өзі? Ол қоян ғой. Ол орманда тұрады, тәбіз жақсы көреді. Қараш, бұл түлкі емес пе? Оның себебі бар. Мен ормандағы ең қу жануармын, түлкі. Қараш, аю бал жалап отыр. Ол мейірімді сияқты, қорықпай-ақ қой. Аю орманда тұрады, бал жақсы көреді. Аю. Әй, мынау қасқыр ғой. Балалар, мен қасқырмын, жыртқышаңмын. Қараш, анау не? Ол арыстан. Аң патшасы. Ол орманда өмір сүретін аң. Арыстан. Қараш, қандай үлкен жануар. Ол піл. Ол өте сабырлы және мейірімді. Піл. Қарашы, анау жолбарыс қой. Бірақ ол қорқынышты емес екен. Бүгін үй жануарларымен жабайы аңдар туралы білдік. Келесі қызықты видеода кездескенше. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз көкөністер мен жеміс-жидектермен танысатын боламыз. Сәлеметсіздер ме балалар? Мен қызыл алмамын. Алмада темір бар, ол денсаулыққа пайдалы. Сәлем балалар! Мен сиқырлы алмұртпын. Сәлем! Мен бананмын. Банан сары. Банан күш береді дейді. Сәлем балалар, мен апельсинмін. Менде Е дәрумені бар. Ағзаға пайдалымын. Мен жүзіммін. Менде С, А, В дәрумендері бар. Мен иммунитетті нығайтамын. Мен денсаулыққа өте пайдалымын. Вау, керемет! Қандай ғажап шие! Сәлем, мен ананас. Астың қорытылуын жақсартамын. Бәсе, ананасты жегенде өзімді жеңіл сезінемін. Бүгіннен бастап күнде жеймін. Мен лимонмын. Мен суық тиюден қорғаймын. Лимон өте қышқыл болады. Сәлем! Мен шабдалы. Теріні жұмсартып, ағзаға жеңілдік беремін. Шабдалы да әдемі иісі бар. Жазда күнде жеген дұрыс. Сәлем! Мен құлпынаймын. Жүрекке пайдалы дәрумендерге толымын. Дәмі де керемет қой. Құлпынайды күнде жегім келеді. Балалар, жеміс-жидектердің атын есте сақтадыңдар ма? Олай болса, біз қазір көкөністермен танысатын боламыз. Әлібек, қарашы, мынау сәбіз ғой. Сәбізде А, Е, С витаминдері бар. Ол көздің көру қабілетін жақсартады. Қараш, бұл қиярдың көздері бар сияқты. Ол өте пайдалы. Су сияқты сергітеді. Әжем айтты, онда дәрумендер көп. Қара, пияз күліп тұр. Пияз микробтарды өлтіреді дейді. Ауырып қалғанда анам шайна дейді. Қараш, бұл картоптың көздері бар сияқты. Картопты жесең, тоқ боласың. Қуырып жесең де, қайнатып жесең де дәмді. Бұл қызанақ қызыл екен. Қызанақтың дәрумендері көп. Жүрекке пайдалы дейді. Денені тазартады, күш береді. Қараш, қырыққабат бізге қарап тұр. Қырыққабат асқазанға пайдалы дейді. Жесең жеңілдеп қаласың. Қараш, баялды күліп тұрған сияқты. Ол қандағы қантты реттейді дейді. Өте пайдалы көкөніс екен.
Қараш, мұна асқабақ күліп тұр. Асқабақ көз жанарына пайдалы, білесің бе? Одан тәтті тағамдар жасалады. Әли, бұл тәтті бұрыш емес пе? Олар оның сөз дәруменіне бай екенін айтады. Оны салаттар мен тамаққа пайдаланады. Оның пайдасы көп. Әлібек, мен сарымсақ тауып алдым. Ол микробты өлтіретін күшті көкөніш қой. Атам күнде жейді. Мына брокколи күлімсіреп тұрған жоқ па? Олар оның иммунитетті нығайтады дейді. Олар ауруға қарсы күш береді дейді. Әлібек, бұл жүгері бізге қарап тұр. Айсұлу, жүгері бізге қуат береді. Біз тоқ боламыз. Ол дәмді ғана емес, пайдалы да. Бүгін біз пайдалы жемістер мен көкөністерді таныдық. Біздің арнаға тіркеліңдер. Сау болыңдар балалар.